Ихсан мен сопылықтың айырмашылығы қандай? Жалпы дін ислам дін деп отырған үш нәрсеге бөлінеді. Әуелгісі иман, ол тамыр, бір ағашты мысалға. Одан кейінгісі ислам шариғат, ол діңгегі, бұтақтары, жапырақтары. Үшінші сол ағаштың мәуесі, жемісі, ол ихсан деп отырады. Жеміс болғандықтан деп отырғанда, ол пайғамбар хадис айтқандай, сен Алла тағалаға көріп тұрғандай құлшылық қылың, сен оны көрмесең де Алла тағала сені көріп тұр дейді. Ал енді бұл оны қалай түсінеміз дегенде, оны былай түсінеміз да, ихсанның несін. Яғни сен адамдардың көз алдында жасамаған күнәні адамдар жоқ жерде де Құдайдан қорқып жасамайтын болсаң, онда сен ихсанға қарай бет алған деген сөз. Ал енді осы сопылықтың айырмашылығы, сопылық сол ихсанға апаратын бір мектеп, бір университет. Бірақ университеттің өз ішінде әртүрлі факультеттерге бөлінетін секілді, сопылықтың өзінің ішінде тарихаттарға, мысалға 12 тарихаттарға бөлінеді. Жария тарихаттар бар, жаңағы хафия, құпия тарихаттар бар. Осы арқылы сопылыққа, ол сопылықтағы сол тарихатты жетеді. Одан кейін сол сопылықтың өзінің ішінде мағрифат, одан кейін ақиқаттарға жету арқылы ихсанның мәртебелеріне жетіп